Сайрам ауданына қарасты Көлкент ауылдық округінің әкімі тұрғындармен кездесті. Әдеттегідей әрленген сахнада емес, бұл басқосу аулада өткізілді. Қосбұлақ елді мекеннің халқы жер, жол, жарықтандыру жұмыстары бойынша талап тілегін жеткізді. Ағайынның арызын тыңдаған ауыл әкімі бірқатар мәселелер алдағы жоспарда қаралып, шешімін табады деп сендірді. Ауыл тұрғындармен кездесуде үйреншікті баяндама мен сахнаға шығып сөз сөйлеу болған жоқ. Көлкенттің әкімі Қосбұлақтың халқымен мектеп ауласында жүздесті. Алғы сөзде атқарылған жұмыстар айтылып, кезек күттірмей халықтың талап тілегі тыңдалды. Бұл күні басқосуға келгендер әкімге бірқатар өзекті мәселесін жеткізді. 4 метр су екқан, әр бірі 10 метр чоқырлықта. Бұл тұр 4 мал өлді. Біз кешеді? Тағыл өлді. Әнді шу яйылымны біздерге ажыратып ана суларını қандақ бүгіш керек. Неге өзінің бұрынғы арғын апармайды? Арық бар, законный. Ондан апармайды, туш-тушын yıkılagan. Земельный отношениеге қатларыны yolлағанбыз, алдын ала. Ondan bölек енді біздер госайт алайық шетке, өзімізге. Суыны еттің yıkışын тоқтатқызамыз. Оны hem көпке çözмаймыз, шаруа қожалықтарını yıkып, суыны башқа тамандың алыс yollarını бәжарамыз. Мана Абдырасыл акам bilan бірге өтті. Şu вақытта сілермен едеміз, бірге 4-5 машиндар белсенді азаматлар ғана оқыса. Жалпы халық саны тығыз орналасқан Сайрам ауданында жайылым жердің мәселесі өзекті болып тұр. Қосбұлақтың тұрғындары да дәл осы бағытқа баса назар аударуда сұрап отыр. Көлкенттен 32 гектарына алдық сот білен. Сот біздерге шығазып берді. Жайылым жерін 32 гектар. И апелляцияға берді. Апелляцияда еңілді яна біздерде қалды. Барлығы Көлкент ауыл әкім аппараты мемлекеттік мекемесінің атына отырды. Құдды мазғатлар алдың мәселелерде болған еді, кейін хакиметке алынды. Құдды шуға ұқсап, жайылым жерлерін ортақ пайдаланыш үшін хакимет намыға алмайды. Жалпы Көлкент ауылдық округінің әлеуеті жыл санап өркендеуде. Өзіндік кіріс қаражаты да артқан. Сондай-ақ инфрақұрылым мәселесі де жүйелі түрде шешімін табуда. Алдағы жоспар бойынша нақты жұмыстардың жобалық тізімі де әзірленген дейді ауыл әкімі. Салық түсімдеріміз 14 миллион жоспарланған болса, бізде өсім өте жақсы. Бұл 2021 жылда біз 43 миллионға шықтық. Енді бұл дегені 220%-дай көтеріліп отыр. Ауыл округке осы 1,5 миллиардтай шамасында аудан басшыларға, облыс басшыларға үлкен рахметімді айтам. Жақсы көңіл бөліп, осы қаржыларына халықтың мұқтаждығына қарай беріп отыр барлығына. Ауыл округте 7 елді мекен болса, соның 4 елді мекенде газданған, уже газ құбырлары құрылысы бітіп, уже газ жағып отыр үйлерінде. Көлкент ауылымызда 11 мың халқымыз тұрады, Ақсуабат ауылымыз 5,5 мың халық тұрады. Сол ауылдарда бізде газ құбырлары құрылысы сметалық құжаттар дайын болған. Мысалыға Көлкент ауылымызда сметалық құны 2 миллиард 400 миллион. Бастапқы құрылыс жұмыстары үшін 110 миллион 2021-де қойылып, ол жұмыстар жүргізілді. Енді осы 2022 жылға тағы 395 миллион қойылып отыр. Ақсуабат ауылымызда сметалық құны 744 миллион болған. 144 миллионға құрылыс жұмыстары жүргізілді. Биыл 2022 жылға 225 миллион қойылған. Одан бөлек инфрақұрылым жүйелері бойынша осы Ақсуабат ауылымызда 32 гектар жаңа құрылыс аумағымыз болатын. 21 жылда электр жүйелері үшін құны 220 миллион, электр жүйелерінің сметалық құны. Оның 75 миллионы қойылды. 2022 жылға тағы 75 миллион қойылып отыр. Ауыз су мәселесін шешу мақсатында осы жаңа құрылыс аумағына 75 миллион қойылған. Оның құрылыс жұмыстары жүргізіліп, бүгінгі күнде жүргізіліп отыр. Өтпелі болған 2022-ге 125 миллион қаржысы қойылып отыр. Одан бөлек енді облыс деңгейде шешілетін осы жол құрылысына сол 560 миллион сметалық құны, оны біз облысқа сол аудандық ЖКХ бөлім тарапынан ұсыныстарын бергенбіз. Енді осыны оң шешімін табады деп күтіп отырмыз. Одан бөлек осы ауыл көріп тұрған ауылыңыз енді ең үлкен орталық көшесі бар, Пақтазарттар ауылы, 5,5 километр ұзындығы, сметалық құны 85 миллион. Одан бөлек Диханбаба көшесі бар, 2 километр 200 метрге, оның сметалық құны 38 миллион. Оған да біз облысқа ЖКХ тарапынан ұсыныстарын жеткізіп бергенбіз. Енді осыны оң шешімін табады деп күтіп отырмыз енді. Енді біздің өзіміздің жергілікті бюджет есебінен осы Қосбұлақ ауылында аяқ жол дейміз, сол аяқ жол істелмей қалған, үлкен мектеп көріп тұрғаныздар, сол мектептің қасына 2 километрге аяқ жолды. Сметалық құны 16 миллион 350 мың теңгеге жергілікті бюджеттен қойғанбыз. Осы 22 жыл
биринчи жакшылыкта жумуштардын аякталабыз деп күтүп отурабыз. Косбулак тургундарынын да жол жарыктандыруу боюнча жеткизген шагымдары алдағы күндөрү шешимин таппак. Ол үчүн аудандык жауаптуу бөлүмдөргө усунустар да жолданыпты. Жомарт Бегимбет, Дулат Ергешбай, Айгак телеарнасынын жаңалыктар кызмети.